Мына заң жобасында қызық бір норма бар. Оған сәйкес қаржы секторында жоғары лауазымға жұмысқа кіремін деген азаматтар, егер бұрын соңды ұлттық басқарушы холдингте жұмыс істесе, олардың еңбек өтілі ескеріліп, оларға басымдық беріледі. Енді өзіңіз білесіз, мына үкіметтің есебін қарастырған кезде, 3 жылдық бюджетті қарастырған кезде, мына көп сын айтылады, қатаң сынға алынады осы ұлттық басқарушы холдингтер. Оған ауыл фракциясының депутаттар да, мына отырған әріптестердің көпшілігі куә. Міне осыны ескере отырып, мен сұрайыншы дегенім. Осы қаржы секторына жоғары лауазымға барамын дейтін кандидаттарға, осы ұлттық басқарушы холдингтерде жұмыс істеген еңбек өтілін ескерудің қаншалықты қажеттілігі бар? Бұл банк секторында неге бұндай кадр тапшылығы қазір орын алып отыр? Әлде сіздер жаңағы ұлттық компанияларда жұмыс істеген бұрынғы менеджерлерді жұмысқа алудың бір амалы ма? Соны нақты айтсаңыз. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет, құрметті депутат мырза. Қазіргі уақытта банктың секторінде осы лауазымды жұмысқа бару үшін тек қана қаржы ұйымдарында, қаржы реттеушілерде немесе аудит жасаған ұйымдарда өтіл саналады, есепке алынады. Енді қазіргі уақытта холдинг бәйтерекке біздің лицензиямыз бар 4 ұйым кіреді. Оның ішінде Отбасы банк, Аграрлық кредиттік корпорациясы, Казагрофинанс, одан басқа тұрғын үй корпорациясы кіреді. Енді оларға осындай жауапты лауазымға біреуді тағайындау үшін олар біздің талаптарға сәйкес келу керек. Бәйтерек холдинг акционер ретінде олардың басқарушы органдарына өкілдерін жіберу керек. Осындай ол басқа талап бар. Сол себептен біз олардың ұсыныстарын қарап, осындай олардың өтілін санауға осындай ұсыныс жасап жатырмыз. Біздің ойымызша тек қана қаржы операцияларына қатысты жұмыс істеген қызметкерлердің ғана өтілін санау керек деп ойлаймыз.